Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз осындай асқабақтың түрін алып, асып пісіріп дайындайтын боламыз. Неге дейсіздер ғой бұл асқабақты? Себебі бұл асқабақтың дәмі өте ерекше болып келеді. Тәп-тәтті болып келеді. Сол себепті бір талын сіздер үшін алып, дайындап, пісіріп көрсететін болам. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Бұл асқабақтың дәмі өте ерекше. Ал енді кеттік. Достар, менің каналыма лайк, тіркелу, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Себебі алдыда жаңадан шығатын видеоны бірінші болып көре аласыздар. Одан кейін менің каналымда көптеген тағамдардың түрлері бар. Оңай дайындалатын, сонда көріп жасасаңыздар болады. Ең алдымен асқабақты алып, сыртын жақсылап жуып, сүртіп дайындап алдым. Енді осыны пышақты алып бөлетін боламыз. Ескертетін жағдай, бұл асқабақтың сырты қатты болып келеді, сол себепті қолдарыңызды абайлаңыздар. Бұл асқабақты негізінде мантыға, басқа тағамға дайындауға болмайды. Тек қана асып жегенге арналған бұл асқабақ. Себебі дәмі деген өте тәтті болып келеді. Негізінде асқабақтың құрамында ақуыздар, каротин, кальций, темір, магний, фосфор, витамин А, витамин В1, В2 көптеген витаминге толы болып келеді. Асқабақтың өте пайдасы зор болып келеді. Көптеген ауруларға ем болып келеді. Көздің нашар көретіндерге, анемияға, семіздікке, өте айдауға, бүйрек ауруларына, паразитті жоюға көмектеседі. Осылай асқабағымызды бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Енді пышақтың көмегімен ортасындағы дәндерін кесіп алып тастайтын боламыз. Барлығын осылай асықпай қолдарыңызды абайлап кесіп алыңыздар. Негізінде дәндерін лақтырып тастамаймыз. Дәндерінде алып, кептіріп, кепкеннен кейін қуырып, сыртын тазалап, балаларға берсеңіздер болады. Пайдасы өте зор. Енді барлық асқабағымызды осылай тазалап аламыз дәндерін. Тазалап алғаннан кейін бұларды да бірнеше бөлшекке бөлетін боламыз. Өзімізге ыңғайлы етіп бірнеше бөлшекке бөлеміз. Достар, сыртын ашымаймыз, осылай қалдырамыз сыртын. Барлығын осылай бірнеше бөлшекке бөлеміз. Енді бұл асқабақтың бүгін екі түрін көрсететін боламын. Мұны бірнеше бөлшекке бөліп алдық. Жартысын духовканың листіне пергамент бумагасын төсеп, жартысын осылай салатын болам. Қалған жартысын мантоваркаға да пісіретін боламыз. Мантоваркаға жартысын қалдырып, жартысын осы листке салып алып дайындап аламыз. Міне екінші листке салатын боламыз мантоварканы. Алдын ала мантоваркаға суды қойып қайнай берсін, себебі салатын боламыз қайнап тұрған суға. Барлығын осылай дайындап алғаннан кейін, енді қызып тұрған духовкаға листі алып асқабақпен бірге салатын боламыз. 200 градуста 40 минут пісіретін боламыз. Абайлап салып, қызып тұрған духовкаға осылай салып пісіретін боламыз. Енді екіншісін қайнап тұрған мантоваркаға алып саламыз. Мантоваркада біз 30 минуттай пісіреміз. Бетін жауып 30 минут пісіріп аламыз. Міне достар, бізде жартысы кішкене күйгені ол духовкада. Духовкада пісіргеніміз әрқашан кішкене күйіңкіреп пісіреді және құрғақ болып піседі. Ал мантоваркадағы пісіргеніміз ол осылай дәмді, тәтті болып піседі. Екеуде негізінде тәтті. Құрғақ болмайды мантоваркадағы піскеніміз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Алдыда шығатын тағамдарды бірінші көре алатын боласыздар.